Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бұл видеода мен ИП төлемдері туралы айтатын боламын. Яғни 2024 жылы ИП төлемдерінде біз қанша төлейміз, қайда төлейміз, қалай төлейміз, сол туралы айтамын. ИП төлемдері қалай есептеледі? Ол обязательно пенсионный взносы, ОПВ 10%, сосын соцотчисление 3,5%. Биылдан бастап шықты бізде обязательный пенсионный взнос работодателя деген ол 1,5%. И медстраховка және налог 3% бар сіздің табысыңыздың. Енді осы төлемдерді біз қайда қашан төлейтінімізді айта кетейін. ИП төлемдерін Каспи приложениесі арқылы төлесеңіз болады. Госуслуги бөліміне кіріп, сол жерде мынандай платежи для ИП деген болады. Сол жерде ең бірінші одним платежом деген. Осы жерде өзіңіздің иініңізді и қай периодқа оплата жасайын деп тұрсыз, соны таңдайсыз. Мысалы, март болса март, апрель болса апрель деген сияқты. Сосын мына жердегі көк проверить батырмасын басасыз. Жалпы ИП төлемдерін әр айдың 25-іне дейін төлеп шығу керек. Осы жерде мысалы не жерде пенсионное отчисление деген жерге пенсионное отчисление, соцотчисление деген жерге соцотчисленияларды төлеп шығамыз. Каждый кнопканың астында не жерде подробно батырмасын бассаңыз, сізді қалай есептеу керек, сол туралы көрсетілген. Мысалы, сіздің зарплатаңыз минимальный 8500 теңге болса, осында көрсетілген суммаларды жазып шығасыз. Ал егер, например, сізде зарплата 150 мың болса, осы жерде картинкада көрсетілгенде есептеп оплата жасайсыз. Бұл жерде медстраховка 5950 теңге фиксированный сумма, ол өзгермейді. Егер де сізде қандай да бір жеңілдік болса, бұл төлемнен босатылған боласыз. Жалпы ИП төлемдердің Каспи Pay приложениесі болса, сол арқылы төлесеңіз де болады. Налоговый бөліміне кіріп, за себя как ИП дегенді таңдап, осы жерде өзіңізге қажетті, мысалы, бір жеңілдік болса, соны белгілеп қойсаңыз болады. И дальше сіз осылай төлем жасай бересіз. Мына жерде календарьдің суретін таңдасаңыздар, қай периодқа оплата жасайсыз, соны таңдайсыз. Сосын астында обязательно пенсионный взнос работодателя деп тұр. Бұл жерде сіздің зарплатаңыздың 1,5%. Социальное отчисление деген жерге зарплатаңыздың 3,5% жазасыз. Обязательно пенсионный взнос работодателя деген жерге зарплатаңыздың 1,5%. Мына жерде взнос медстраховка 5950 теңге. Егер сіз босатылған болсаңыз, осылай болып шығады. Осы жерде оплатить деген көк кнопканы басып, төлем жасай бересіз. ИП төлемдерінен басқа, ИП әрбір 6 ай сайын отчет тапсырады. Яғни бірінші жарты жылдыққа олар ақпан айының 15-іне дейін болса, екінші жарты жылдыққа маусым мен шілде айының 15-іне дейін тапсырады. Сол кезде сіз өзіңіздің табысыңыздың 3%-ын төлесеңіз болады, немесе айма-ай өзіңіздің табысыңыздың 3%-ын төлеп отырсаңыз болады. Сізге қалай ыңғайлы, соны таңдайсыз. Маған, например, каждый 6 ай сайын 6 айдың табысын бәрін қосып, содан 3% 6 айда білет төлеген ыңғайлы. Сондай-ақ, егер сізде ИП болса, кабинет налогоплательщикқа кіріп, лицевой счетқа кіріп, сізде қандай да бір пеня бар ма, жоқ па, соны біліп алуға болады. Ол лицевой счет, выписка из лицевого счета, сосын периодты таңдайсыз. Астыңғы жағында осындайлар тұрады, скачать Excel дегенді таңдасаңыз болады. Соны таңдап, өзіңізге скачать етіп аласыз. Соны ашып осылай қарасаңыз, сізде егер қандай да пеня болса, осылай көрініп тұрады. Егер де сізде осындай қандай да бір пеня шыққан болса, Каспиға кіріп, госуслуги, платежи для ИП, социальное отчисление, выбирайте тип платежа бөліміне кірсеңіз, осындай пеня деген тұрады, осыны таңдап, оплата жасасаңыз болады. Егер Каспи білсеңіздей 100 теңгеден жоғары ғана қабылдайды. Егер сізде жаңағыдай 9 теңге деген сияқты болса, артығымен төлеп қойсаңыздар болады, 100 теңге қойып. Дәл осылай обязательно пенсионный взносы да осылай таңдап төлесеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видеоны ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.